Тегіміз 26-27 бөлім. Тіркеліп кетіңіздер. Туғаныммен құшағыма да ала алмай кеткен егіздерім деп жылап, мені зорлап кетті. Сендер солай дүниеге келдіңдер, сендерді сол үшін тастап кеттім дейді. Сенде кішкене болсын ұятың болды ма дейді қызы Сұмыруға. Қашаннан бастап білесің Сұмыру деп Самет сұрақ жаудыра бастайды. Нұх әубестен-ақ білетін, біз бұл жерге анамызды іздеп келдік. Бар болғаны құшағына басса екен тегеттік. Біз мейірімді күттік, ақшаңда мал-мүлкің керек емес, тек аналық махаббатыңды сезінгіміз келді, деді. Сол кезде Асат Нұхты ұрып жіберді. Бұлар жоспармен келген, артында тұрған адамы бар. Мен Майамиден емес, осы Нұхтың адамдарынан таяқ жедім деп айтады. Хикмет те Асаттың сөзіне қосыла кетеді. Самет, Асат 2 жаста кезде сенен сұраған кезде тағы не жасырғаның бар деп сұрадым ғой, сол кезде неге айтпадың деп сұрайды. Мен тағы алдасаң мұндырмаймын деп айттым емес пе Сұмыру? Мен саған айтпақшы болдым, бірақ сенің жүрегің ауырып қала ма деп қорықтым дейді. Мелек пен Нұх кеткелі жатқанда Асат ұстап алып қалып, бізге есеп бересіңдер, қайда барасыңдар дейді. Сол бір сұрақ, кімге арқа сүйеп жүрсіңдер дейді. Біз бір-бірімізге арқа сүйеп жүрміз, біздің басқа ешкіміміз жоқ дейді. Хикмет, ақыры арманыңа жеттің, бізді қуып осы үйден өзің билегің келеді ғой деп айтады. Асат қарындасына звондап билет алып осында кел, біздің тағы 2 бауырымыз бар екен, анамның ашылмаған болығы көп екен деп айтады. Содан кейін Самет Сұмыру мен апасын үйден қуып шығады. Сұмыру мен анасындағы барлық алтын әшекейлерін тартып алып дымсыз қалдырады. Бізді қайда апарасыңдар, аясаңдаршы дейді. Екеуін айдалаға әкеліп тастап кетеді. Осы жерде Нұх пен Мелекті отырған жерлерінен баса көктеп алып кетіп қалады. Нұх пен Мелекті ат қораға апарып аяқ-қолын байлап қояды. Менен оңай құтыламын деп ойладың ба, әке? Сенің балаңнан ештеңе шықпады. Барлықтарын ұтылдыңдар, мен жеңдім, сенің қызың Хикмет дейді. Сол кезде Жихан мен Сейбулай өздері қалай кездескендері жайлы сөйлесіп отырды. Хикмет барлық қызметшілерді жинап алып, бүгіннен бастап тәртіп өзгереді. Осы тәртіпті ұстайсыңдар, егерде кімде-кім бұл тәртіпті бұзады, сразу қуылады деп айтады. Хикмет арасындағы Тюркан деген қызды ұнатып қалып, өзіне жеке қызмет етіп алады. Ал жанын сен қызметшілердің үстінен қарайтын боласың деп айтады. Самет пен балдары ат қораға келіп, Мелек пен Нұхты кімге арқа сүйеп жүрсіңдер деп тағы да келеді. Ол кезде Жихан Мелекке, мен сені шын сүйіп едім ғой, неге менің қасымда жүріп маған айтпадың? Если айтқанымда қазір бұлай болмайтын еді, сендерді қолдайтын едім деді. Ал сен болсаң менің үмітімді үздің деді. Жихан Асатқа, ештеңе істеуші болма деп айтады. Жихан сыртқа шығып кетеді. Сен мені шынымен алдағаның ба дейді. Құрттың ғой мені. Асат Нұхты ұрып, кімге арқа сүйеп жүрсің дейді. Біз бір-бірімізге арқа сүйеп жүрміз деп айтады. Айналып келгенде сен біздің бауырымызсың ғой. Халика да біз бір анадан туылдық. Мен әкемнің кім екенін білемін. Ал сен білесің бе Асат дейді. Нұх